Сәлем достар, сендермен Мирас Қалдыхан. Бүгін біз Android'та Instagram Stories пен фотоның качествосын күшейтетін боламыз. Ал ендеше кеттік. Android телефон арқылы Instagram Stories салсаң, качествосы әрдайым жаман шығады, iPhone мен салыстырғанда. Неге олай десеңіздер, ол жайлы сәлден соң айтамын. Қазір сіздер Pixel 4 смартфонына түсірілген 4K видеоны өзінің бастапқы качествосында көріп тұрсыздар. Ал мынау Instagramға салған кездегі качествосы айырмашылығы жер мен көктей. Неге Android'та жаман качество шығады десеңіздер, ол туралы әртүрлі болжамдар бар. Бірақ негізінен мына екі нәрсенің кесірінен дейді. Олар: бірінші, iPhone'ның камерасының API Android'қа қарағанда жақсы жасалынған. Соның арқасында Instagram приложениясы жақсы видео потоктар алады. Соның арқасында Stories күшті шығады. Екінші, ол Instagram'ның қысу алгоритмдары, яғни алгоритм сжатия деп аталатын жақсы жұмыс жасамайды. Қысу алгоритмдары телефонның моделіне және байланыс түріне тәуелді. Мобильді интернет арқылы салатын болсаңыз, алгоритмдер қаттырақ қысады. Қаттырақ қысқан сайын фото мен видеоның качествосы түсіп кетеді. Ал егер Wi-Fi арқылы салсаңыз, мобильді интернеттен қарағанда әзірек қысады. Енді бұл проблеманы біз Instagram'ның жақсартылған түрі Instander деген модта тартып алып Android телефонымызға орнатамыз. Бірінші, Instagram'ның өзін өшіруіміз керек. Негізі бұл сол Instagram, бірақ қосымша көп настройкалары бар приложенияға сілтемені описанияда қалдырамын. Орнатып болған соң настройкаға кіреміз, сол жақта настройки Instander деген разделға кіреміз. Сосын Stories разделіне басамыз, сосын повысить качество Storiesке басамыз. Бұл Instagramға видеоны күштірек качествода салғызады, яғни Storiesқа. Енді постқа салатын фотоны жақсартамыз. Ол үшін осы кнопканы басып тұрамыз, сосын экспериментальный настройки батырмасын басамыз. Сосын поисқа фото деп жазып, Creation блогында екі параметрді өзгертеміз. Сжатие 95 қыламыз және разрешениені 2160-қа қоямыз. Осыдан кейін постқа салған фотоларыңыздың качествосы одан сайын жақсаратын болады. Тексерістерді көріңіздер. Және бір айтатын нәрсе, бұл интернетте жүрген программа болған соң вирустарға тексеріп көрдік. Ол жақта бәрі таза деді, сонда да сақ болыңыздар. Ал достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет, лайктарыңызды аямай қойыңыздар, пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер.